Қазталов ауданы Қайыңды ауылында Ұлы даланың қызғалдағы атты екінші халықаралық этномәдени фестивалі өтті. Басты мақсат елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында айтылғандай, Қазақстан қызғалдақтың отаны екенін көпшілікке паш ету, әрі гүл патшасын дәріптеп, оның маңыздылығын кейінгі ұрпаққа қондыру. Қайыңды ауылынан 10 шақырымда орналасқан бұл аумақ жылда осы кезеңде қызыл-сары кілем жамылады. Табиғаттың көркем сыйын көрмекке жұрт жан-жақтан ағылды. Келушілерге салт бойынша алдымен ақтан дәм ұсынылып, қыз-жігіттер өнерлерін ортаға салды. Ал қара домбыраны сергеткен жас ұрпақ күмбір күйдің тиегін ағытып, көпшіліктің делебесін қоздырды. Ашық аспан астындағы тамаша шара Қайыңды ауылында осымен екінші жыл өтіп отыр. Облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов аймақ басшысының құттықтауын жеткізіп, фестивальдің маңызына тоқталды. Гүлімізді аман сақтау, оның жайқалып әрі қарай таралуы, өсуі, міне осы өскелең ұрпақ, қазіргі ұрпақ санасына осы ену керек. Яғни гүлді жұлмауымыз керек, гүлді аялауымыз керек. Міне онымен мақтанып осы далада қандай мына әсем көрініс бар, осымен барлығымыз тамсануымыз керек. Міне сондықтан да бүгінгі шараның да осындай мақсаты бар. Қызғалдақ көктем көркі, жаңарудың, жаңа өмірдің нышаны іспеттес. Қазақ халқы қыздары сұлу болсын деген ниетпен осы гүлге балаған. Алайда мұның ғұмыры қыс дәуренде қысқа. Ен даланың жауқары небары 10-15 күндей гүлдейді. Қайыңды аумағы нәзік гүлдің қызыл кітапқа енген шырен сұрыпмен танымал. Мамандар жыл санап оның реңі түрленіп, алуан түске боялып келе жатқанын айтады. Қызғалдақ сәби секілді, табиғат ананың мейіріміне бөленіп, еркелеп өседі. Ал биыл шығымның аз болуына күн райының қолайсыздығы әсер еткен сыңайлы дейді олар. Айтып жатырмыз ғой, Голландия өздері қолдан өсіріп мақтаныш жасап отырған қызғалдақ, енді біз үшін ол жаңағы даламызда жабайы түрде жабайы өсіп жатыр ғой. Енді соның жылма-жыл аумағының тарылып бара жатырғаны бізді қынжылтады. Біз әлі де осы бағытта жұмыстанамыз. Қайткен күнде де бұл даланың табиғаттың сыйы болғандықтан қорғап, осы сақтап, барынша жаңағы қорғауға барлық жалпы халық болып атсалыссақ дейміз. Шара барысында жас қылқалам шеберлері көркем гүлдің болмысын қаз қалпында қағаз бетіне түсіруге тырысты. Аға буын өкілдері фестиваль арқылы табиғаттың әсем тартуымен танысып қана қоймай, жас ұрпақты оған қиянат жасамауға шақырды. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусиновтың отаны болып саналады Қайыңды ауылы. Сонымен қатар қызғалдағымен де қазір елімізге танымал болып тұр. Бұның енді өтіп жатқан басты мақсаты да тек қана танысу емес бұл жерде. Бұл жерде соны қызғалдақтың жерін зерттеп, соларды ары қарай сақтау жөнінде дамыту болып табылады. Бұл деген осы келешек жастарға немесе осы Қазақстанның тұрғындарына отанын сүюге, табиғатын аялауға бағышталып жасалған шара деп есептеймін. Шараның көрігін ұлттық ойын түрлерінен өткен сайыстар қыздырды. Туған ауылының намысын ту етіп келген сайдауыт жігіттер боз кілемде белдессе, құралайды көзге татындары мергендік қабілеттерін сынады. Сондай-ақ бұл жолы ресейлік меймандар бастамашыл болған күштік экстрем деп аталатын соны спорт түрі насихатталды. Часто ваши спортсмены посещают. Сіздің жігіттер біздің ауданға келіп талай жарыста бақ сынады. Бүгін міне біздер қонаққа келдік. Мұндағы достарымызды Ресей жастары арасында кең танымал спорттың жаңа бағытымен таныстырғымыз келді. Жігіттердің қарым-қабілеті мықты, сайыс өте тартысты өтіп жатыр. Замечательный фестиваль, прекрасная. Бүгінгі фестиваль көңілімнен шықты. Оның жоғарғы деңгейде өтуіне ауа райының өзі болысып тұрғандай. Қызғалдақтар көздің жауын алады. Хошы иісі тіпті ештеңе тең келмейді. Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас та тап осы даладай гүлдене берсін. Ақ жаулықты әжелер ұршық үйіріп, көне дәстүр көрпе тігу ісін қайта жаңғыртты. Шағаладай қаз қатар тізілген киіз үйлердің жанында жергілікті ісмерлердің қолынан шыққан бұйымдардан көрме жасақталды. Қамшы өріліп, тұрманшылардың өнері паш етілді. Осылайша жұрт абыр-сабыр болып жатқанда балаң бозбала мен талдырмаш бойжеткен гүлдал қапта серуендеп оңашада сыр шертісті. Назерке Тоғжан, Алмас Адиетов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.